Саламатсыз ба апай, қалайсыз? Кешіріңізші апай, біз жаңа қоңырауда байқамай қызғалдақ екеуміз кім жүрек әдемі салады деп екеуміз жарысып салып едік қой. Кешіресіз апай, бір жолға кешіріңізші. Қайталамаймыз апай келесі. Жарысқанша сабақтарыңды оқымайсыңдар, сендер бірінші сыныпсыңдар ғой. Кешіріңізші апай. Кешіріңізші, енді қайталамаймыз. Қайталамаймыз апай. Жарай, келесіде қайталамаңдар енді. Осыны жазып қойдыңдар ма? Так, түгердейм ал. Иә, апай. Қызғалдақ бар ма? Мен бар. Әсем бар ма? Бар апай. Бар. Жақсылық бар ма? Жоқ. Жоқ апай. Ол, как всегда, кешігіп жүретін шығар, жақсы. Ой, иә. Шақа қайда екен? Так, жазыңдар шадан. Саламатсыз ба апай, қалайсыз? Саламатсыз ба, отыршын айналайын. Ой, саған ескертпедім ау, ескертпедім ау саған осы. Қарақат апай, кешіріңізші. Жақсылық! Жакан, ұйқысы қанып келген ау деме, күлді ғой бүгін. Күліп келді ғой күшті. Көңіл күй жадырап. Мен жазбамдар. Почерканы жазбамдар. А? Бүгінгі күнін жазыңдар. Жазамыз, Бүгін ақпан 15 қой, кім ақпан деп жазып қойған? Кешіріңізші апай, біз ғой жаңа ойнап отырып жазып қойып едік қой. Қызғалдақ, әсем, сендерге не болған? Кешіріңізші апай. Бүгін ақпанның 23 емес пе? Бүгін Наурыздың деп жазыңдар тез. Наурыз ба? Мен ақпан десем, кеше ғана ақпан сияқты. Наурыздың нешесі? 3-і. Нема, апай, бүгінгі тақырып қандай? Бүгінгі тақырып зат есім. Қайдағы апай, дауысты дыбыс және дауыссыз. Оны өтіп кеткенбіз, енді зат есім. Алдыңғы сабақта өттік, зат есім. Давайте, зат. Жаба өзіңді сосын. Зат есім. Апай не бәрін Апайымыздың бүгін көңіл күйі жоқ. Наурыз деп жазыңдар. Е? Наурыздың. Ручкам жұқпай алып менде. Енді 45 минут бойы отырамыз ба сабақта? Наурыздың. 40 минут. Санмен жазбаңдар. Өтіп болмайды. Әріппен жазбаңдар. Иә. Әліппен ғой бұл. Әсем. Кешіріңізші апай, білмей қалдым мен. Жарайды болды. Осы апайдың сабағы үш пысық бітеді. Кеше футболға арадым, бірақ сонда да Сынып жұмысы қайда, әсем? Иә, апай түсіндіре беріңізші. Жазғым келмей отыр бүгін. Наурыздың 3-і қарақат дейсің ба? Апай түсіндіре беріңізші тақырыпты. Зат есім дегеніміз не? Кім тақтаға шығады? Апай, сіз түсіндірген де жоқсыз ғой. Апай, түсіндірмейін, апай, мен. Қызғалдақта баға толып тұр, жақсылық шықшы тақтаға. Апай, мына жерде біреу тамақ жеп отыр. Жақсылық. Сен. Ой, жақсылық жоқ дейсі ойыншық құрсын. Неге апай, тұрған жоқ па? Қалай бар адамды жоқ дейсіз апай? Жака тұрған жоқ па апай? Зат есім дегеніміз не? Айт давай маған. Құлағым айт. Зат есімнің сұрақтары. Тақтаға шық. Тақтада тұр ғой апай? Мынау тақта. Зат есімге мындай сұрақтар қойылады ғой. Неше, қанша деген сұрақтар қойылады апай. Қанша деген қойылмайды. Неше деген қойылады сонда? Апай, құйрығы бар 5 қойыңызшы, апай. Апай, құйрығы бар 5 қойыңызшы, дұрыс емес. Жақсылық дұрыс емес. Әсем тақтаға шықшы. Апай, шықпай қойыңызшы, бүгін басым ауырып отыр менің. Әсем. Жауап берейін, зат есім деген кім, не деген сұраққа жауап береді. Сосын болды ғой? нелер дегенге. Кім, кімдер, нелер ғой? Ұмытып қалғансыздар зат есімді. Апай, түсіндірген де жоқсыз ғой. Апай, сіз ұялмайсыз ба дейсің ғой? Мен түсіндірмейтін апаймын. Апай, түсіндірмесеңіз сабақта қалай оқимыз? Отырсын. Апайымыз күлді ғой. Отыр орнына. Алақай Не сендер?
Апай, Koyayım galiba. Iya. кешіріңіз апай. Tagi koşu var. Қазір мен сендерді тексерем. Сендер жақсы түсіндірдіңдер ма? Мәс. Ойын ойнаймыз. Мен сендерге тәттілер әкелдім. Мә. Қазір мен сендерге сұрақ қоям. Қандай сұрақ апай? Алма жейміз бұйырса. Далада кімнің шашы суынбайды? Тақырбастың. Мен өзім шығарамын. Мә, қызғалдақ айтты ғой апай, енді алма беріңізші. Қол көтеру керек қой. Бірінші. Бірақ қолды көте. Келесте бермей қалам. Тақырбасты. Иә. Аха. Енді Апай, мен логикалық сұрақ не істеп қойдым. қайда айтшы? Шу тақтаға шығып. Бір жылқы 1 километр жүгіреді. Иә. 10 жылқы жүгірсе неше километр жүгіреді? Қалай? Бір жылқы 1 километр жүгіреді. Иә. 10 жылқы неше километр жүгіреді? 10 километр? Жауабы 1 километр. Өйткені бір жылқы андай 1 километр жүгіреді ғой, ал 10 жылқы болса, бәрі бірігіп жүгіреді. Бірге жүгіреді. Бір-бірінің үстіне міне алып 1 километрден кейін шаршиды, екіншісі жүгірмейді ғой. Жақсылық ма? Мә. Енді әсем айтты, қандай жұмбақ құрастырудың еген? Жұмбақ нес? Қазақ тіл екен ғой бұл? Иә. Мә. Қандай жұмбақ айтайын апай? Или жұмбақ айтыңыз. Қызғалдақтан сұрамадыңыз. Қызғалдақ жауап берді ғой шаңа? Ол жауап берді деді. Міне алма. Иә. Әсем. Қызғалдақ бір жұмбақ айтшы. Айта беріңіз апай. Маған айтыңыз, мен шешуін табайын шешуін. Бере бүкір, ауызға түкір, ол не? Мылтық? Иә, дұрыс әсем. Мә. Рахмет. Алматып алдым мен бүгін. Қазақ тіл сабағынан. Алма жейміз. Соңғы алманы берем қазір. Үшеуіне біреуіне. Үшеумізге бір сұрақ, иә? Кім бірінші жауап береді, соған алма аламыз, иә? Отамыз, иә? Солай ма, апай? Достар, ойбай. Бұл қандай, дауысты ма, дауыссыз? Дауыссыз. Ой. Жақсылық айтты. Тағы да бір шанс беріңізші, апай. Жарайды. Енді осылай қолды көтересіңдер. Қазір сұрақ десеңдер, мен сендерге алма бермеймін, ал баламын. Иә. Екінші алма қойды? Қандай, дауыссыз ба, дауысты ма? Қызғалдақ давай айт. Әсем, айт. Иә, дауысты ма, дауыссыз ба? Менің алмам. Апай, мен білмеймін. Ол күн сабаққа дайындалып келген жоқпын мен. Ал бар. Мана мен жауап бердім. Апай, неге? Ол сұраққа мен жауап бердім ғой. Алмамды неге алып кеттіңіз, апай? Жақсылық берді саған. Мә, рахмет, жақсылық. Апай. Апай, молодец, рахмет. Сразу табағымен бере салыңызшы, апай, одан да бәрімізге. Бүгін ертең жемейміз ба, рахаттанып. Мә, Әсем байып кетті. Мә, не деген алма? Әсем сабағын жақсы оқиды, оқыпты, өзін жақсы ұстайды. Аха, сабаққа дайындалып келген. Бүгін Соны айтам. Әсем 16, қызғалдақ 9 Мен жақсылық 9 Жарайды, апай, 9 балдың өзі 5 қой негізінде. жүрегім ой. Жақсылық қазір Өмірінде бірінші рет 5 алып тұрмын. 9-дың орнына 2 қойып берем. Қойып беріңіз деп ойнап айтамын. Апайға прикол ұстап жемеймісің ғой? Мен 2 көре берем. Соны айтам, апай секіріп кетті ғой, билеп. Апай, не ғой? Әкеңдер Бала алма. болып кеттіңіз. Соны айтам. Апайымызға бүгін не? Апай, мен септайым. Не ғой? Бүгін апай. Бер әкең. Апай, сіз күшті келе беріп қайтты алып. Бер қайттан берем қазір. Соны айтам. Апай. Бірінші алып. Онан кетсіз ол үшін оған апай кесілмеші. Апай Сізге үшеуін алып қайттан төртеуін бермейсіз. Соны айтам. Қызғалдақ 9 ал, сол үшін оған 2. Мана. Ал жақсылық 9 ал, оған 2. Емес үшеу. Все, оқушылар сау болыңдар. Бер жақсылық. Все, бұл ертеңге қалады, сау болыңдар. Рахмет. Апай, сабақ бітті ма? Иә. Ура!
давайте пока ертең сабақта кездескенше Ертең сабақта келгенше. жақсы сау болыңыз апай